Ремонта нету, условий нету. Бұл мектеп құрылғалы бері жөндеу көрмеген екен. Асханада тамақ дәмді ме? Дәмді, өте дәмді. Сүтпен бал жоқ. Барлық мектепте тексеріңіздер. Бал болу керек, сүт болу керек. Былтыр облыста оқушылар тамақтандыруға 3,3 миллиард теңге бөлінді. Биыл бұл сома 3,5 миллиард теңгеге ұлғайды. Бөлінген қаржы өңірімізде қалай игеріліп жатыр? Жалпы мектептерде берілетін ыстық тамақ қаншалықты ыстық екенін бүгін сапа бақылау айдарында тексереміз. Мектептегі асханалардың мән-жайын білу үшін шаһардағы білім ұяларын аралап көрдік. Алдымен 1974 жылдан бері бірде-бір жөндеу көрмеген облыстық Абай атындағы мектептің асханасымен таныстық. Бұл мектеп құрылғалы бері жөндеу көрмеген екен. Қарап отырсаңыздар, барлық техникалар ескі, тіпті мынау ыдыстарымызға дейін майысып, әбден ескірген. Көрсем ол ма? Котлет. Котлет. Қайнақ жатыр? Гречка. Манты, борщ. Борщ. Міне манты. Міне манты пісіп жатыр. Қараңыздар. Бұл мантыны кімге бересіз? Оқушыларға ма? Нет, мұғалім. Мұғалімдер манты жей ма? Сатып алып жейді? Иә. Холодильнигіңізді көрсеңіз болды. Мына сүт. Мына біздің тоңазытқыштағы сүт өнімдері 2023 жылдың 1 айы 22 күніне дейін жарамды екен. Қазіргі уақытта мектептерде түрлі шұжықтар, фастфуд, консервіленген өнімдер ас мәзірінен алынған. Оның орнына оқушыларға табиғи өнім ұсынылады. Осы асханаға жауапты сіз дейді ғой? Негізі тәрбие ісі жөнінде орынбасар жауап береді. Мен де асханаға жауап беремін. Тегін тамақ ішетін балалар мен ақылы сатып алатын балаларында тамақ бірдей. Тегін тамақ ішетін балалардікі 450 теңге болса, ал сатып алатын балалардікі 350 теңге. Бізде осы 90-нан бастап ботқа дейміз ғой, каша. Дүйсенбі сайын берілетін ботқаны алып тастапты меню бойынша. Ол жөнінде біз жаңа комбинаттың басшысына айттық. Ол кісі облыстық білім басқармасына кеше барам деген қабылдауына меню бойынша бір шешім күтіп отырмыз. Қазіргі таңда осы мектептегі оқушылар сүт өнімдерін тұтынбайды? Жоқ, тұтынбайды, бірақ мына жерде қосымша сырок, жаңағы нелер беріледі, бірақ сырок солар беріледі, иә. Бірақ меню бойынша бір аптада президентский жаңағы нелер творожоктар береді, бір аптада, бір аптасында берілмейді. Міне творожок бар екен ғой, міне творожок бар. Бар екен ғой, сіз өзіңіз таныссыз ба негізі? Танысам ғой, күніге осы жерде танысам, әрине таныспын міне. Ас мәзірімен таныстық. Қазір дәмін татып жеп көретін боламыз. Міне мен алдымда тұрған манты, бұның бір штугы 100 теңге тұрады екен. Дәмін көрейік. Дәмін көре ме? Сатып аласың ба? Бағалар арзан ба, қымбат па? Арзан. Точно арзан ба? Иә. Өзіңе тәтті дәмін ұнай ма? Негізі? Сосиска ғана аламын. Сосиска ғана ұнай ма? Соны аламын. Қалай, мектептің тамақтары ұнай ма саған? Иә. Жақсы ма? Иә. Бағасы қандай? Арзан ба, қымбат па? Арзан. Бала денсаулығы ұлт болашағы. Енді ғана буыны қатайып келе жатқан бүлдіршіндер дұрыс тамақтанбаса түрлі дертке шалдығары сөзсіз. Сондықтан баласының не істеп және қандай тамақ жеп жүргендеріне ата-аналар бей-жай қарамаса екен дейміз.